саламатсыздар ма? Іс-сапар шығындары туралы сауал түскен екен. Ең біріншіден, еңбек кодексінің талаптарына сәйкес іс-сапар дегеніміз бұл жұмыскерді жұмыс берушінің актісі, яғни бұйрығы негізінде жұмыс орнынан тыс жерге еңбек міндеттерін орындауға немесе біліктілігін арттыруға, қайта даярлауға жолдау болып табылады. Сондай-ақ, еңбек кодексінің 127 бабының талаптарына сәйкес іс-сапарға жолданған уақытта жұмыс орны, лауазымы және де жұмыс күндеріне келетін еңбек ақысы міндетті түрде сақталуы керек. Және де жұмыс беруші келесідей кепілдіктерді мойнына алады. Яғни тәулік ақы, суточный төлемдерін төлеп беру, және де жол жүру, яғни барып қайтып келу шығындарын төлеп береді, және де міндетті түрде тұрғын үйді жалдау шығындарын жұмыс беруші өтеуі қажет. Сондай-ақ, осы Жамбыл облысы оқу-ағарту білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы мен білім басқармасының арасында жасалған әлеуметтік әріптестік туралы келісім, және де облыс аумағындағы білім саласындағы мекемелердің, яғни ұжымдық шарттарына сәйкес, осы іс-сапар шығындары үкіметтің нөмірі 256 қаулысына сәйкес, яғни өтелуі тиісті. Және де егер ұзақ мерзімді іс-сапарларға жолданған кезде, педагогтар бізде ұзақ мерзімді 1 айлық немесе 1,5-2 айлық курстарға жолданған жағдайда іс-сапар шығындары, яғни 1 айдан астам уақыттан жалғасса, іс-сапар шығындары ай сайын әр айдың соңында еңбек ақымен бірге өтеліп отыруы тиісті. Және де осы үкіметтің нөмірі 256 қаулысына сәйкес іс-сапар шығындары келесідей өтелінеді. Яғни іс-сапарда жүрген әрбір күні үшін 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тәулік ақы, яғни ол бізде суточный төленеді. Келесі кезекте тұрғын үйді жалдау бойынша оның әр облыс орталықтарына, республика маңызы бар қалаларға байланысты өзінің өтеу мөлшерлері осы жерде анықталған. Және де жол жүру билеттері, яғни билеттің құнына сәйкес, яғни өтелуі тиісті. Және де 256 қаулының талаптарына сәйкес, яғни іс-сапарға жіберілген қызметкерге іс-сапарға кетер алдында жол жүру ақысы, тұрғын үйді жалдау бойынша шығыстары және де тәулік ақы берілуі тиісті. Іс-сапардан оралғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде шығыстарын растаушы құжаттарды қоса бере отырып, қызметкер іс-сапар туралы жұмыс берушіге есеп беруге міндетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.